Оқушылар, қазақ тілі сабағын бастайық. Барлығымыз кітабымыздағы 35 және 36 бетті ашамыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы нәтиже сабақ мен не үйрендім деп аталады. Яғни балалар, бүгінгі сабағымызда өткен тақырыптың барлығын қорытындылайтын боламыз. Ендеше барлығымыз дәптерімізді ашып, бүгінгі күннің жадын жазайық. Алдыңғы тапсырманың астына 2 жол тастап, 28 қыркүйек деп жазайық. Және көркем жазу О әрпінің бас әрпін және кіші әрпін әдемілеп бір жолға толтыра қойыңыздар. Жарайсыздар балалар. Енді оқулықтағы бірінші жаттығуға назар аударайық. Мәтінді тыңда. Мәтінді оқимын балалар, жақсылап тыңдаңыздар. Бүгін күн жексенбі. Мерей теледидардан жануарлар әлемі хабарын тамашалап отыр. Ол хабар барысында қойылатын сұрақты тағатсыздана күтуде. Сұрақты тыңдап болысымен кітап сөресіне қарай жүгірді. Анықтамалықтан ақ аю сөзін іздей бастады. Міне, іздеген ақпараты да табылды. Бір оқып шығып, тез-тез телефон тетіктерін басты. Мерейдің жауабы дұрыс болып шықты. Ол жұмсақ ойыншыққа ие болды. Балалар, мәтінде кім туралы айтқан? Мерей туралы айтқан екен, Мерей теледидардан қандай хабар көрді? Ол сұрақтың жауабын қайдан тапты? Аю сөзінде қанша дыбыс, қанша әріп бар? Осы сұрақтарға өзіңнің жауабыңды бере қой. Енді балалар, мәтіннен өзіңе түсініксіз сөздерді тауып, дәптеріңе жазып ал. Жазып болсақ, келесі тапсырмаға назар аударайық. 36 бетті аша қойыңыздар. Сызба берілген. Сызбадан хабар жүргізуші мен Мерейдің сөйлеу әрекетінің қай түрін қолданғанын тап. Сөйлеу ауызекі және жазбаша болып бөлінетінін біз білетінбіз. Ендеше ауызекі сөйлеу не істеді? Айтты, тыңдады. Жазбаша жазды және оқыды. Қай түрін қолданды Мерей сөйлеудің? Дұрыс айтасыздар. Жазбаша да, ауызекі де сөйлеудің түрін қолданған екен. Енді екінші жаттығуға назар аударайық. Төмендегі суреттерге сәйкес сөйлемдерді аяқтап жаз. Қарайық балалар. Аян өзі туралы не істеді? Жоғарыдағы сызба бойынша қарай қойыңыздар. Не істеді? Өзі туралы айтты. Ол досының сөзін мұқият не істеді? Ол досының сөзін мұқият тыңдады. Аян мәтінді түсініп не істеді? Аян мәтінді түсініп оқыды. Ол сөздерді теріп не істеді? Ол сөздерді теріп жазды. Ендеше балалар, дәптерімізге осы жаттығуды жазып аламыз. Жазған сөйлемдеріңнен 4 дыбыс, 3 әріптен тұратын сөзді тауып астын сыз. 4 дыбыс, 3 әріп. Қай дыбыстарға байланысты беріліп тұр бұл балалар? Дұрыс айтасыздар, қосарлы дыбыстарды өттік біздер. Я және ю дыбыстары бар сөздерде дыбыс саны артық болады. Себебі я және ю дыбыстары
қосарлы екі дыбыстың қосарлануы арқылы жасалады. Ендеше осы жаттығуда 4 дыбыс, 3 әріп бар сөзді тауып астын сыза қойыңыздар. Жарайсыздар балалар. Енді үшінші жаттығуға назар аударайық. Ертегіні рөлге бөліп оқы. Аюдың қонжығы мені бадырақ көз деп мазақтады. Одан басқа не деді? Қалқан құлақ, қылый көз. Сен оған не деп айтып едің? Мен бе? Мен ештеңе де айтқаным жоқ. Сен үндемей тұрғанда ол өзі келіп тиісті ме? Оны көрген кезде мен Қорбаңбай деп едім. Көрдің бе, әне? Алдымен өзің тиісіпсің ғой. Мазақтап ренжіткенсің. Ол мазақтаса, ыза болып арыз айтасың. Бұл ұят емес пе? Балалар, біз осы мәтінді қай пәннен таныстық? Әдебиеттік оқу пәнінен таныстық. Естеріңізге түсті ме? Жарайсыздар. Енді бұл ертегі диалогқа жатады ма? Әрине диалогқа жатады. Себебі қалай дәлелдейміз оны? Екі кейіпкердің бір-бірімен әңгімелесуі екен. Осы әңгімелесуге қандай ертегі кейіпкерлері қатысты? Аюдың қонжығы және көжек және көжектің енесі. Дұрыс айтасыздар. Ендеше осы ертегіге ат қояйық. Жарайсыздар балалар, өздеріңіз ат қойып, осы ертегінің тақырыбын дәптеріңе жазып ала қой. Бұл ертегіден біз қандай әдетті үйренеміз? Дұрыс айтасыздар. Өзгені мазақтауға болмайды. Ол әдепсіздіктің белгісі. Және осы ертегіге сәйкес келетін мақалды тауып, ойлап дәптеріңе жазып ала қой. Жарайсыздар балалар. Бүгінгі сабақта біздер не істедік? Ендеше бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.